Бұл айтыстың үлгісі республикалық ең бірінші айтыс еді. Соны айтып көрейік. 1943 жыл соғыс жүріп атқан уақыт болатын. Сонда да халықтың рухын көтеру үшін ұйымдастырылған айтыс болар тегі. Бұл айтыс Алматыда өтті. Торғайдан, ол кезде Қостанай облысы деп аталатұғын Нұрхан Ахметбеков, Көкшетаудан Тырбиып Молдахмет екеуі айтысқан екен. Ең әуелі Тырбиып Молдахмет жасы үлкен, сол кісі бастайды. Домбырам күй төгілер пернесінен, қанатым жел заулатқан сермесімен. Жел қобыз нөсір құйған жаңбырдайын, өлеңдай ағытайын термесімен. Тайпалған тарлан жүйрік топтан озған, кең алқабайдың көкке құлаш созған. Өлең жыр терең сырдың қазынасы, деген бар күй төгілер кәрбуздан. Айбында арыстандай айбарым бар, желкілдеу жел көрлеген айдарым бар. Жай тастап құлашымды кең созамын, аспанда ән шырқаған айғайым бар. Ай балқып күн көрінген саған ақтан, күй шалқып айыр көмей тілмен жақтан. Тел өскен қатар елім Қостанайым, сұраймын хал ахуал сіздің жақтан. Енді кезекті Нұрхан Ахметбеков алады. Соғысың сөзі. Ел жұртым асыл меруетсіз құралсын, алдында астанамның мейлі қансын. Шалықтап даусым көкке самолеттей, ойран боп жаудың тобы бомбалансын. Кең толғап сен жетпейтін тасқынымды, алдың ба ақтарайын бар сырамды. Жай тастап құлашымда құлагердей, шаңдатып көрсетейін шабысымды. Өлген айдың көлдің сұңқарамын, ешкімге жібермейтін намысымды. Көмейдің барабанын күңрендіріп, көрейін көлгірлетім дауысымды. Сайраған сарарқаның бұлбұлымын, торғайдың топтан торай дүлдүлімін. Атамыз Алатайлы батыр шақ-шақ, сомалтын ақ жарқынның кішілімін. Еділден атам шақ-шақ есіп өткен, жайықтың жалпақ суын кешіп өткен. Қазақтың қамын жеген едігеді, егескен жаудың басын кесіп өткен. Кім озар Қошқарұлы Жәнібектен, шақ-шақтың немере Саясыл тектен. Қашауды қонысынан қойдай қуап, халық үшін қабырғадан қанын төккен. Қабанбай қара балуан күрең шешен, Айтеке табын сәрке там есетпен. Ақылгөй үйсін төле 8 қыран, қазаққа қоныс алып беріп кеткен. Сандыбай садағына сағым ілген, үйездің басын кесіп қарнын тілген. Атасы Қобландының туын ұстап, Жасқанбай жау тобына жалғыз кірген. Атақтың Наушабайдың Нұржан өткен, арқаға ән тұқымын осы едеккен. Қабылдан төңкөрілген бір зор айқай, Сібірмен сыр суына балын төккен. Ыбырай сарыарқаның пырақ еді, халықтың күндей жарық шырақ еді.
алтынның шығар жерін белден қазып, ғылымның кілтін қолдан бұрап еді. Атағы аман келді мың құрдастан, ақырса су шығарған қара тастан. Кешек ай үрістемей сейт батталдай, майданда салдау қиғаштап жылмастан. Ер талып күн туғанда ел басына, шық делім Шамырқанның дәл басына. Кескілдеп керегесін ойран салды, қас дұшпан хан мен бектің ордасына. Бақыттың алмақ болып биік шыңын, халықтың ертті соңына ұл мен қызын. Әлиден бұрын көрген бір қазақ жоқ, Лениннің кең маңдайлы алтын жүзін. Мынау бір қатты жорық құламайдан, көкіріп қан жосыған қырмен ойдан. Кешегі батыр сұлтан халқұлының, ерлігі елге мәлім кетпейді ойдан. Молдахмет Тырбиев деген кісі былай деп сөйлейтін. Көкшемнің мұнар бұлтойы көкті сүйіп, саңғыран кет алмаған ай көз қиып. Ну тоғай тоқ баурайындойы жайлаулырыз, мақтаған талай ақын ай жерде биік. Өскелең өргім тұлғана шоқан өскен, жігіті өскен емесей болып биік. Оқ жетпес зеңгір көкке құлаш созған, етекте 80 көлім жатыр сиып. Сарарқа самал желдің саясында, кең алқабаттың кесау аясында. Толқытып талай бұлбұл ән шырқаған, асқар ну биік шыңның қиясында. Көкшеде бір жән өткен толғап әнен, ел сүйген естігенде толғаған ән. Ән шырқап домбырасын көкке сермеп, ағызғанды көздің марын тілдің майын. Өтіп тай ән бұлбұлы әқан сере, топ тозып жүлдің көрген құлла кере. Саласын сырым беттің күңрендірген, арқаның асау қуған ырда кере. Көкшетау ән бесігі ер ордасы, Көкшетау өлең жырдың дариясы. Көкшетау сал серіге мырза болған, Көкшетау тілдің бәлі сөздің нашы. Үнеме кете бермей сөзбен желдеп, салқылық қыла берме жырмен көлбеп. Айтқанда байлығыңды топ алдында, Нұрқаным бүгіжіктеп қалма терлеп. Енді Нұрханның соңғы сөзі. Өтерсем Қосайғаймен қостанайды, қандай жан рас сөзді қостамайды. Әдеті Қостанайдың сіздей емес, егінін қарға былғап тастамайды. Ертайдап егіндерін алды басып, қорама мал азығын болды тасып. Қысылмай қысқамына ерте кіріп, отырмыз ұядай бұп орналасып. Жолдама мұқыр сары жылан шыққа, ағыстан асан қайғы болған ғашық. Өлкеге қабырған өрліп жатқан қалың ел, қонысымен бетке ашық. Сарбалғаш жайлауы кең белдерім бар, балықты балдырғанды көлдерім бар. Шортаны шуа саудай шолпып жатқан, ақсызан жайын жүзген көлдерім бар. Көмістей сылдырлаған суларым бар, қоңыр қаз көлді ойнаған нуларым бар. Көрінбес 40 мың жылқы қуысынан,
Барғамыз найза ойын уларым бар. Жерекең қошалақтың дымқылданған, мамықтай жанға жайды былқылдаған. Боталап жүздебінген маяйында, колхозшым шұбат ішіп сусындаған. Қолына таңсәріден құман алып, кәрене келініне тұрдаған. Кешкілі қыз еліншек түйе байлап, бір алып буындары былқылдаған. Кешкілі құлағыңа сазы келет, күй қаптап көлдің басын сыңқылдаған. Колхозым қызылы қоға қызғылықты, құйрығын бедеулердің сүздіріпті. Түн қата қосына айдап тебіндейді, сезбейді құлын тайым ызғырықты. Ақмылтақ алаған шық боран соқса, шаруа бүлкетпеген тыңғылықты. Жылқышы омырауын ашып тастап, қарауға қысты күні тым қызықты. Бастығы орден алған хәмитерім, шығарған жылқы өсіріп маңдайтерін. Мыңдаған томаға көз тұлпар айдап, майданға жүріп кетті қорғау келін. Бір колхоз пролетардан озбайтығын, аманның жері төкті тозбайтығын. Қозыдақ тоқты торым есебі жоқ, мың жарым саулығы бар қоздайтығын. Құндысай қошмөріннің бойын қаптап, тоқтысы қоздап ешік екі лақтап. Шелденеп шие жеген өңкей бағылан, құйрығын көтер алмай ырғалақтап. Мен сізге отчет беріп отырғам жоқ, тоқтап не қылайын оптап жоқтап. Осындай кейбіреуін мисал етіп, айтамын отырсын деп еске сақтап. Миллионер колхоздарым толып жатыр, сізге айтып тауысайын қайсын мақтап. Осылай деп аяқталған енді айтыстың үлгісі ғана. Бұл республикалық бірінші айтыста Нұрхан Ахметбеков бірінші орын алып, елге